И келді, приемға қарасам, питаниясы деген енді сұмдық, тек қана шөп шалаң. Мен айтам, қашаннан бері веган болып бастадым десем, 6 ай болыпты. 6 айда полностью организмінде откат кеткен. Яғни барлық биологы жетпейді, дефициттік жағдай, анемия. Мен айтам, еще өзін прямо мынандай оларда прямо жесткий графикке қойып тастаған. И ситуацияны справляться ете алмай жатыр. Психоэмоциональный нагрузка, мына жақта питаниясында дұрыс емес. Маған нормально бұл диета дейді. Мен айтам, сізде не нормально? Сіз қазақсыз. Сізге етті қосу керек, потому что біз қазір тек қана коктейльмен немесе басқа инфузионды терапиямен мына белоктарды көтере алмаймыз. Сізге питанияны дұрыстау керек деп. Негізі жаңа дұрыс айтып кетті. Біздің қазақтарға веганский диеталар келмейді. Оған бір дәлел айтып кете салайын. Мен бір пациентім болған, Нью-Йоркта тұратын. Сол ауру үшін Нью-Йорктан мен приема ұшып келді. Өзі өте мықты банкта жұмыс жасайды екен, бірақ состояниясы болмай кеткен. Яғни ол жақта, Америкада олардың жаңағы традиционный медицинамен емдейді, только бір ғана 500 мыңға антибиотик алған, антибиотиктен кейін жағдай одан сайын хуже болып бастаған. И келді, приемға қарасам, питаниясы деген енді сұмдық, тек қана шөп шалаң. Мен айтам, қашаннан бері веган болып бастадым десем, 6 ай болыпты. 6 айда полностью организмінде откат кеткен. Яғни барлық биологы жетпейді, дефициттік жағдай, анемия. Мен айтам, еще өзін прямо мынандай оларда прямо жесткий графикке қойып тастаған. И ситуацияны справляться ете алмай жатыр. Психоэмоциональный нагрузка, мына жақта питаниясында дұрыс емес. Маған нормально бұл диета дейді. Мен айтам, сізде не нормально? Сіз қазақсыз. Сізге етті қосу керек, потому что біз қазір тек қана коктейльмен немесе басқа инфузионды терапиямен мына белоктарды көтере алмаймыз. Сізге питанияны дұрыстау керек деп, сол питанияны реттедік. Ол жердегі ең негізгі фишка жаңағы біздің өзіміз қазақтар жеген ет. Қандай ет? Мысалы, қойдың еті, жылқының еті, коллаген. Біздің костный бульон, сахарный костидан жасалған бульон, суперфуд деп айтам. Бұны ешқандай нәрсеге біз теңдестіре алмаймыз. Жаңа уақытша мен қандай коллаген ішемін бір нәрсе деп айтатын пациенттерге айтам. Сенің ішетін коллагенің ол міне сорпа болу керек. Біздің қазақтардың ішкен сорпасы. Вот солай рацион өзгерткен кезде ана қызда 2 айда уже қайтадан дұрыс жағдай, яғни шаштарын түсуі тоқтады, кішкене вес жинады, яғни ситуация реттелді да. Яғни бұл жерде айтқым келіп тұрған нәрсе, кез келген ауруда ең бірінші біз питаниядан бастауымыз керек. Яғни питанияны дұрыстап алсақ, қосымша препараттар, қосымша жаңа нәрселердің барлығы оған сосын эффект береді. Питанияны дұрыстамай, оған просто так препараттар берсең, ол одан шыға алмай қалады. Сондықтан қазақша диета дегенім мен бағана айтып кеткен. Мен в основном қазіргі уақытта бағана айтып кеттім, элементационный диетаға көбірек мән берем. Яғни ол жерде қабыну тудыратын өнімдерді біз рационнан алып тастаймыз. Қабыну не тудырады? Ол глютен өнімдері, ол лактоза, мысалы магазинді сүттер. Ол даже сүтте емес, ол просто порошоктан жасалған нәрселер. Одан бөлек қанты бар нәрселер. Сосын в основном бізге көп бобовыйларда дұрыс келмейді біздің қазақтардың генетикасына. Потому что олар метеоризм береді, ішті кептіреді, и кейбір шөп шалаңдарда бізге көп келмейді. Мысалы кокос болсын, сосын жаңағы авокадо болсын. Мен енді пациенттерден генетический кейде тест тапсыртқызам. Сол кезде көп байқаған нәрсем, жаңағы сырттан келетін өнімдер, әсіресе жаңағы нелер, фруктылар, фруктылар, мысалы, нелер, жүзімдер болсын, банан болсын, олардың барлығы біздің генетикаға сәл келмейді. Мен енді анализ жасауым бойынша солай болып қалды. Сондықтан мен бұрында ата-бабалар не жеді, соған қараймын. Даже мен нанды жеуге болмайды деп айтқан кезде маған көп хейттар болды да, қалай біздің ата-бабамыз нанмен өскен ғой деп. И тарихты зерттеп келсем, бізге нан, картошка деген нәрсе, ол соғыс уақытысында кірген екен, чтобы біздің қарнымыз тойдыру үшін. Ал оған дейін біз кәдімгідей балық, кәдімгідей ет, сорпа, даже бір мықты батыр, бір қойдың етін жейтін бізде алпауыт күш болғанда.
кеше ғана жақында Абу Дабиға бір оқуға барған кезде айтып жатыр да, неге вегандар әлсіз дейді да, өйткені ет деген нәрсе ол рухани энергетиканы көтеретін өнім екен да. Сондықтан біз айтамыз қазақтардың рухы мықты деп. Не үшін? Потому что біз осындай ет жеп өскен адамдармыз да, и оны бұлай генетикадан біз алып тастай алмаймыз. Керісінше біздің генетикаға сәйкес келетін диеталарды қарастыруымыз керек. Енді ГАПС протоколдың, сол элементационный диетаның ең күшті ұнайтын жері, ол жерде еттерге не берілген, рұқсат берілген, кез келген. Енді сиыр етінен басқа, өйткені сиыр етінде бізде А2 белогы бар, ол кішкене воспалениенің көзі болып табылады. Одан бөлек жаңағы қамырды деген глютен өнімдері негізі біздің генде болмаған, ол кейін, соғыстан кейін келген дүние. Поэтому глютен өнімдерін бізге смело алып тастауға болады. Оның орнына жаңа тары, біздің талқанымыз, солар нағыз детокс өнім, оказывается, тары екен. Біздің қазақтар оны бекерден-бекер шайға салып ішпейді, бекерден-бекер майсөк жасап жемейткен. И даже брони кофе деген бір мода болып кетті ғой 2-3 жыл алдын. Ол сол біздің қазақтардың жаңағы шайға май салып жеуі ғой. Сол просто май қосылған кофені брони кофе деп айтып кетті да. Біз топленое масло, масло гахи, біздің баяғы әжелеріміз, аталарымыз жасап жүрген нәрселер. Просто оны олар интуитивно или оларда наоборот күшті ғылымның көзі болған. Біз қазір соны басқа жақтан оқып жатқан кезде маған кішкене обидно болып тұр. Негізі біздің ата-бабаларымыз мықты болған. Бізде өте керемет күшті жаңалық. Аллаға шүкір, қаншама жыл армандаған нәтижеге жеттік. Қазіргі уақытта бізде халықаралық превентивті интегративті анти-эйдж дәрігерлердің ассоциациясы ашылды. Алла қаласа 17 май күні офлайн форум болады, және осы ассоциацияға дәрігерлерді шақырамыз, яғни дәрігерлер бұл ассоциацияға мүше бола алады, және біздің офлайн форумдарымызға келіп қатыса алады, және дәрігерлер өздерінің біліктіліктерін көтере алады. Егер сіз дәрігер болсаңыз, немесе осы медицина саласына, интегративті, превентивті медицина қызығып жүрген болсаңыз, және осы сала сізге қызық болатын болса, міндетті түрде біз номерді қалдырамыз. Осы номерге хабарласып, біздің іс-шарамызға келіп қатысыңыз. Жалпы нутрициологияны таңдауыма бағана өзімнің жолдасымның проблемасы себеп болды деп айттым ғой. Одан кейін менде тяжелый пациенттер, білмеймін, жас күнімнен бастап маған тяжелый пациенттер көп келіп бастады. И солар мені былайқында күшейткен сияқты. И реанимацияда да мен жұмыс жасағандықтан, жансақтау бөлімінде білесіздер, адамдар өлім мен өмірдің арасында жатқан кезде мен көп нәрсе ойладым. Неге осы адамдар осы нәрселердің алдын алмасқа, қалай алдын алуға болады деген сияқты. И нутрициологияны келген кезде көп нәрселердің реттілігі басталды. Мен, оказывается, соған дейін мүлде адамдардың образ жизни, өмір тәртібі, тамақтануы, ұйқысы деген нәрсеге өзімнің науқастарымда қатты акцент қоймаппын. Мен акцентті тек қана препараттарға қойған екенмін. Диагноз қою, анализ алу, диагноз қою и препарат жазып беру. Осыған көбірек акцент қойғанмын да, мына жақтағы маңызды әдеттерді қалдырып қойғанын түсіндім. Содан кейін уже өзім өмірім, жан-жағымда адамдардың өмірі реттеліп басталған кезде, бұны адамдарға не үшін айтпасқа деген ой туындады. Солай осы нутрициологияны оқып жүрген кезде біз енді әр мемлекеттің адамдарымен, әр мемлекеттегі дәрігерлермен қарым-қатынаста боламыз ғой, олармен бірге кездесеміз. И солардан мен уже көп нәрсені үйрендім деп айта аламын. Басқа, мысалы, шетелден наставниктер таптым. Олардың ең бірінші айтқан нәрсесі маған: сен әлеуметтік желіні жүргіз деп айтты. Өйткені ол сила деді. Әлеуметтік желі ол сила, сенің бүкіл жаңағы жетістіктеріңді, және нәтижелеріңді, және адамдарға сен көбірек ақпарат бересің. Мысалы, сен бір пациент келеді алдыңа, сен бір-ақ адаммен 1 сағат, 2 сағат жұмыс жасайсың. Ал сен әлеуметтік желіде бір эфирге кірсең, оны бірнеше адам тыңдай алады деген сондай ой салды. Содан кейін мен уже сол бойынша жұмыс жасадым, әлеуметтік желіні аштым. Басында тек қана дұрыс тамақтанудың рецептілерін салып жүретінмін. И солай уже оқырмандар маған жаңа ұсыныс тастады: давайте марафон жасаңыз, давайте мұндай жасаңыз деп. И солай менің активностімді көру арқылы жаңағы түрлі адамдардан ұсыныс келіп бастады. Мысалы,
Қазақстан Республикасында Рожен деген кісіні танитын шығарсыздар, парламент депутаты. Сонымен алдында кездесу болған кезде, «Сенің сауалың, сен миллиондардың» кітабын көрсеткен болатынмын. Енді ол кісі тілді көбі айтады ғой. Сіздің қазақ тіліне байланысты не істеуіміз керек, қандай шаралар ұйымдастырылады, жалпы тіл тақырыбында болды. Сол кезде айттым, мен қазақ тілінде осы интегративный превентивный медицинаға байланысты осындай кітап жазып шығардым. Мен бұл кітапты жазуға негізі 2 жыл уақытым кетті. Кітап жазып жүргендер біледі деп ойлаймын. И осы кітапты ұсынған кезде сол депутат кісі айтты, Рожен мырза, бұл кітапты негізі бүкіл адамдарға тарату керек деді. Сен мынау істеп жүргенің кішкентай ғана нәрсе деп айтты да. Сондықтан шынымен қарасақ, орыс тілінде, ағылшын тілінде, нутрициология бойынша, дұрыс тамақтану бойынша кітаптар, қызықты форматта, жеңіл форматта өте көп жаңағы оқылатын заттар бар да, ал қазақ тілінде мүлде еш нәрсе жоқ. Сондықтан мен сіздерге айтам, қазірден бастап өздеріңіздің осы нутрициология кафедрасында алып жатқан білімдеріңізді барлығын түйіп жүріңіздер. Мысалы, бүгін лекция болды ма, тоже өздеріңізге бір үлкен мотивация алған жерлеріңіз болса, түйіп бәрін бір жерге, мысалы, телеграм болсын, сондай бір жерге сақтап жүру керек та. Мысалы, маған сол нәрсем өте күшті көмек болды. Мына кітапты жазуға, мысалы, әр жерден алған инсайттарым көмек болды. Одан бөлек Арайым Қайратовна сияқты ұстаздарым бар, Аллаға шүкір. Яғни бізге әр адам белгілі бір нәрсені беріп кетеді да өмірде. Сондықтан тек қана ол жерде медицина болмаса да, басқа салада жүрген адам да саған бір басқа нәрсені айтып кетуі мүмкін. Сондықтан бүкіл жерден ол инсайттарды алып жүру керек деп ойлаймын. Содан кейін анау анализ талдау кітабы жанында тұрған, ол шығып бастады. Мен бүгін Арайым Қайратовна әдейі сигнальный экземплярын алып келдім, чтобы бұл нәрсе біздің қазақ қоғамында көбейсін деген мақсатпен. Потому что мен өзім қазақ тілінде білім алған адамын, қазақ мектебін бітіргенмін, университетте де қазақ тілінде оқыдым. Бірақтан да мен қалаған оқулықтар болмады, барлығы басқа тілде болды, және де именно осы анализ талдауды интегративный, превентивный бағытта көп адам, мысалы, маған кезінде көмектескен жоқ. Мысалы, орыстардан сұрайсын, басқа біреулерден сұрайсын, генетический тестте мына жер қандай болады, мынау қандай болады деген кезде көп адамдар андай айтқысы келмейтін да. И мысалы, солай көп өзім анализ талдау кезінде қиналдым. Бізде енді формат, біздің МКБ бойынша анализ талдау кітаптары, университеттегі кітаптар, ол өте поверхностный жазылғанда, а именно интерпретация жасайтын кезде полностью организмге чекап тапсырып, и полностью организмде болып жатқан проблемалардың барлығы неден қалай болып жатқанын анықтау үшін түбінен қарау ол маған өте үлкен қиындықтар әкелді. Сол мақсатта мен анализ талдау кітабын шығардым да, чтобы осындай студент кезінде қиналмасын, резиденттер болсын, интерндер болсын, енді табалдырық бастап жатқан дәрігерлерге қиындық болмасын деген мақсатпен. Енді бұл да өте ұзақ жазылды, примерно 6 айда әрең дегенде бітті. Бірақ бұл өте күшті дәрігерлерге көмекші болатын құрал деп ойлаймын, Алла қаласа. Енді сіз бізге уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін нутрициология саласының атасы, нутрициология ғылымының негізін қалаған біздің Қазақстандағы академик Төрегел Шармановичтің өзінің қолмен жазған Қасқағым кітабын біздің кафедраның атынан рахмет. Алла разы болсын. Арайым Қайратовна, сізге Алла разы болсын. Ондай керемет үлкен аудиторияны жинап, осындай кеш ұйымдастырғаныңызға сізге және сізге жаңа туынды. Бұл енді сигнальный вариант, қазір баспада кітап. Осы екеуін сізге табыстаймын. Құрметті көрермендер, менің кезекті туындым анализ талдау кітабым міне жарыққа шығып жатыр, Аллаға шүкір. Бұған предзаказға ашық. Кез келген әйелдің, кез келген дәрігердің, кез келген пациенттің үйінде болу керек кітап. Алғашқылардың бірі болып заказ бергіңіз келсе, міндетті түрде сілтемеге өтіңіз, немесе описанияға өтіп жазсаңыз болады.